Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум. Мынау қуанышқа, рухани бір шарамызға деп жиналған қауым, Алла Тағала қадамдарыңызға сауаптан жазсын. Осы ниетпенен келген сол ниеттеріңізді Алла берсін. Құрметті жақсылар, бұл мәуліт шарасы қазіргі таңда қоғамымызда төрге шыққан бір мереке болып келе жатыр. Қазіргі таңда бұл халықтық бір мейрамға айналып келе жатыр. Бұған дәлел біздің сол бас муфтиіміз бастап Астана қаласында өткізді. Одан кейін жалғасы барлық орталықтарда, маңызды деген қалаларымызда, аудан орталықтарында, сонымен қатар ауылды елді мекендерге дейін осы бір игі шара өтіп келе жатыр. Қайсы бір үйлерде шаңырақта осы бір шаралардың өтіп жатқанынан хабарымыз бар. Яғни бұл жалпы бір халықтық бір мейрамға айналып келе жатыр десем, шын мәнінде артық айтпаспын деп ойлаймын. Бұндағы мақсатымыз баршаңызға белгілі, ең басты бірінші мақсатымыз Аллаға шүкір деп айту екен. Аллаға шүкір деп айту. Алла Тағала қасиетті аят кәрімде Астағфирулла ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Яғни біз сені жер бетіне рахмет етіп, жер бетіне рахым нұры етіп, жер бетіне мейірім етіп жібердік дейді пайғамбарымызда. Демек Алла Тағала ең әуелі бізге сол пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламды рахым нұры етіп бізді жарылқады. Бізді Алла Тағала өзінің рахым назарына алды. Ақыр заман үмметі болған сіз бен бізге осыншалықты ұлы нығмет берді. Демек біз ең әуелі бұл шарадағы мақсатымыз Алла Тағалаға шүкір айту екен. Алла Тағалаға шүкір айту екен. Екінші бұл басты мақсатымыз ол пайғамбарымызға салауаттар айту екен, жақсылар. Пайғамбарымызға салауаттар айту екен. Себебі пайғамбарымыз Расулулла саллаллаху алейхи уассаламды әлгі аятта баян етілгенде жер бетіне рахмет етіп жіберілді. Ол біріншіден Алланың рахымы болып келген болса, екіншіден пайғамбарымыздың өзі барынша мейірімін төге білді. Барынша рахымын төге білді. Міне пайғамбарымыздың мейірімінің мол болғаны соншалықты, мінекей бүгінгі ақыр заманға дейінгі осы бір асыл дініміз өзің нұрын шашып, елдің жаппай қолдауына ие болып келе жатыр. Мәселен, жаңа ғана біз ақынымызды айтып өтті. Таифқа барған кездегі солардың көрсеткен қарсы алуларын, олардың шығарып салу үлкен бір зұлымдық істеріне періштелер қатты ыза болды дейді. Періштелер ашуланды. Сөйтіп сұрады, бізге Алла Тағала рұқсат берді. Сенен ғана бұйыру болса болды, сенің ықтиярыңа бізді берді. Сен егер бұйырсаң, екі тауды қосайық тағыны, бұларды халек қылайық деді. Міне сонда пайғамбарымыз айтты, мен рахым үшін жіберілгенмін. Мен мейірім пайғамбарымын. Олардың ішінде, олардан кейін тарайтын менің осы асыл дінімдегі құнды азаматтардың келуінен Алладан сұраймын деді. Яғни мұсылман әлемінің осында орнағанын қалаймын. Ертеңгі ұрпағына Алладан дұға қыламын деді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мейірім үшін жер бетіне түскендігіне дәлел. Мінекей осындай ұлы затқа әуелі Аллаға шексіз шүкірлер айтып, пайғамбарымызға сансыз салауаттар айту мақсатымыз біздің. Иншалла осында жиналған баршаңызда сол бір ниетпенен жиналдыңыздар. Өткенде ғана қаңтардың 22-сіне Түркістан сарайында өткізген болатынбыз. Әуелгі өткізуімізді сондай ел қандай бір керемет қарсы алып, адамның көп болғаны соншалық сыйғызамай қалған жағдайымыз болды.
Содан кейін бұл жолы біз кішкене тартындық, ертең тағы да сыймай қалып, тағы да сондай бір ыңғайсыз жағдай қаламыз ба? Шамалы ғана осы аудиторияларға ғана айтайық. Жалпы мәселен халықтық деңгейге шығара қоймайық деп кішкене тартынып хабар бергеніміз болып отыр. Сонда да болсын, мінекей, біз үшін ең құндысы аз болсын, көп болсын, ниет еткендермен бірге отырғанымыз. Осы ниеті Алла Тағалаға деген, пайғамбарға деген құштарлы болған, махаббаты болған қауыммен отырудың өзі біз үшін үлкен бақыт. Сіздермен бірге осы бір шараға көру, куә болу бізге ұлы бақыт. Алла баршаңызға, қадамдарыңызға сауаптан жазсын, құтты мүбәрәк болсын. Алланың рахымы, пайғамбарымыздың шапағаты мол болсын баршаңызға. Алла разы болсын, құтты мүбәрәк.